Қазақстан аумағында 25 мыңнан астам тарихи сәулет ескерткіштері бар. Біздің республикамыздың орталығы Астана қаласында этномәдени парк бар. Онда біздің кең байтақ отанымыздың әр аумағының қайталанбас тарихи жерлері бейнеленген. Шығыс Қазақстанды Шәкәрім мен Абайдың, Абылайкет, Қозы-Көрпеш, Баян Сұлу кесенелері сияқты тарихи мәдени ескерткіштері бейнелейді. Оңтүстік шығыс Қазақстанда Түркістандағы әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тараздағы Айша бибі, Алматы маңындағы Есік қорғаны, ал Қызылордада Қорқыт ата мазары орналасқан. Орталық Қазақстанда Жошы ханның әйгілі мазары бар. Солтүстік Қазақстандағы Бурабайда қазақ хандары Абылай мен Кенесарының ордалары орналасқан. Сырымбет өлкесі қазақтың белгілі ғалымы Шоқан Уәлихановтың туған жері. Батыс Қазақстанда көне қала Сарайшықтың қалдықтары бар. Бұл жерде қазақ хандарының, мысалы Қасым ханның бейіті бар. Қазақстанның әр аумағы өзінің көне де қазіргі кездегі тарихи сәулет ескерткіштерімен мақтана алады. Бұл біздің халқымыздың мәдени мұрасы.